Ассалаумағалейкум жігіттер, YouTube арнасына көп уақыттан бері міне видео салмай қайтадан оралып отырмын. Менің жеке парақшама болсын, TikTokта, YouTube'та болсын, қойылатын көп сұрақтың бірі, Бекзат, қалай артық салмақтан тастаймын, артық салмақтан арылатын, шынымен көмектесетін жолдары бар ма? Негізгі кеңестер, жұмыс әдістері, интернеттегі кейбір нәрселер емес. Салмақты жоғалту әдісіне кепілдік беретін ондай әдіс бар ма? Әрине. Салмақ жоғалту мәселесіндегі негізгі көрсеткіш бірінші нәрсе калориялардың келуі. Күнделікті тұтынылатын калорияны есептеу керек. Бұл сандар денеге қажет көрсеткіш болып табылады. Егер осы есептеген калорияны тұтынып отырсаңдар, сендер сол салмақты ұстап тұрасыңдар. Пока сендер дефицит калорияды ұстап, содан кейін салмақ жоғалтуды бастағанға дейін. Және маңызды емес, қандай жерде жазылғаны. Біреудің идеясын орындап қажеті жоқ. Бұның бәрі иттің боғы. Көп қазақтың көкейінде жүрген ең маңызды сұрақтардың бірі, қалай артық салмақтан арыламын? Осы жаппай құмарлықты көп адамның сол құлшыныстарын біліп, бизнес ортасы бір сәтте бас болса не болады? Сол сәтте акулалар пайда болып, пайданың исін иіскеп, олар сендерге ыңғайлы және шабыттандыратын бірден сатуға дайын болады. Мысалға, сен торт, пирог жей, ешқандай спортпен айналыспай қой, бірақ сен денең мінсіз болады. Осындай өздерінің салмақ тастайтын әдістермен қарнышты түкке де көмектеспейтін. Олар көмектеспейді, бірақ олардың түкіргені бар. Себебі сен ақшасын төлеп сатып алып қойдың. Олар өз мақсаттарын орындады, олар бақытты, тойымды өмір сүреді, ал сен семіз болып қала бересің. И сен ойлайсың, білейін, шамай, мен барлығын дұрыстадым ғой, бәлки мен өзіммен боламын, тұқымның көбісі семіз, бәлки мен кеміс шығар бұл, деп ойлайсың сен. Бірақ олай емес, сенде бәрі дұрыс, просто оттаған берілген схема бұл. Себебі бұл арықтау арналған бағыт емес, бұл жеке ақымақ тұтынушылардың сұранысын жабуға арналған бағыт. Калория жіктер, углевод, белок, майлардан тұрады. Күнделікті тұтынылатын калорияны 20%-ға азайтамыз. Осымен біздің жіға кетіледі. Әрине, силовой, кардио жаттығулар, ұйқы сияқтылар бар, бірақ бұл сенің салмақ тастай алмай жүргендердің ең маңызды себептердің бірі осы. Сендерге әуелі анықтап алу керек, күнделікті қанша калория тұтыну керектігі. Калорияны адамның бойы, салмағы, жасына қарап есептейді. Сендер қазір менімен келіспеулері мүмкін, бірақ салмақ тастай алмай жүргендердің басты себебі осы. Егер сендер қозғалыста кеткен калорияның орындарын толтыратын болсаңдар, онда бір салмақ тастап тұрасыңдар. Ал одан көбірек жейтін болсаңдар, онда салмақ қосасың. Аз жейтін болсаңдар, салмақ тастайсыңдар. Енді бұл сендердің мақсаттарына байланысты. Енді маған бәрібір. Бұл саған ұнай ма, ұнамай ма, себебі бұл 80, тіпті 90%-ын ғана құрайды бұл ойынның. Саған керегі тек интернеттегі сайт және ручкамен парақ. Осының барын жазып отыратын. Егер сен қазір қайда тұрған білмесең, сен қалай өз мақсатын айқындайсың? Сондықтан күндік қанша калория жейтінді анықта. Күніге ұйқыдан тұрған кезде су ішер алдында салмағыңды өлше. Өзіңнің қай жерден бастап атқанды біл. Және бір аптадан соң нәтижені қара. Егер салмақ тастамасаң, тағы да 20%-ға қысқарт. Келесіде тағы да қара. Болмаған жағдайда 20%-ға емес, енді шамамен 300 калорияға қысқартасың. Осындай бағытпен сен салмақ тастайсың. Сөзсіз оқылпанай боламын. Келесі высокобелковый тағамдар. Саған көмектесетін бұл углевод, майлы тағамдарға қарағанда сенің асқазаның тоқтықта жүреді. Сенің асқазан углевод, майлы тағамға қарағанда қуанатын болады белковый тағамдарға. Және ақуыздың ас қорыту үшін көбірек энергия қажет ететін. Естімеген боларсың сен, қызықты. Белокта ең маңыздысы не? Оларсыз біз бұлшық массасын жасай алмайтынымыз. Солай емес пе? Және барлық айтады, артық салмақ тастау кезде артық салмақ тастаған келеді. Олар ұсқынсыз майларды айтып тұр. Ешкім қаламайды бұлшықеттерін айырылған. Ешкім маймен сүйекке айналсын дейді футболканың ішінде. Жұмсақ қонжық ойыншығына ұқсайсың. Себебі бәрі салмақ
тастап, қорқынышты майларынан айырылып, тонусты және серпімді болып, бұлшықеттерін сақтағысы келеді. Итак, белок именно сол саған көмектеседі, бірақ именно қанша? Егер сен жаттығумен айналысып силовой нагрузка жасайтын болсаң, сенің салмағының әрбір жарты килограммы үшін 0,8-ден 1,2 граммға дейін көбейтесің. Бұл сенің күндік ақуыздарын. Сен осыларды 4-ке көбейтесің. Белковый калориян шығады осыдан. Егер спортпен айналыспай, жай тағамдану арқылы арықтағың келсе, салмағының әрбір жарты килограммы үшін 0,5-ден 1 граммға дейін көбейтіледі. Бұл сенің күндік ақуызың. Бұл спортпен айналыспайтындарға. Кейбір адамдар арықтау үшін не істеу керек, қандай жаттығу жасауға қажет деп сұрайды. Көбісіміз бұны кардио жаттығумен байланыстырамыз. Мен кардио жайлы қысқаша айтарым бар. Сендер кардио жасағанда тыныс алу тамырларын жағдайын дамытасыңдар. Бұл сенің жүрек соғу жиілеген кеседен шыққанда орын алады. Сен бұл жылдамдықтарды әдейі қысып, шектен асып кетесің. Ал осы сызықтан кейін қан айналым жүйен күшейе бастайды. Ол сенің аэробтық жағдайыңды арттырады. Бұл кардиодан керемет плюс. Бірақ бұл әңгімеде біз тіпті салмақ жоғалту туралы айтқан жоқпыз. Дұрыс па? Бірақ бұл кардио калория тез қорыту жолы ғой. Иә, әрине бұл солай. Сен кардио жасағанда тонна калория жегет етсен болады. Егер таңқиып көп тамақтанатын болсан, әрбір күнін мерейтой өзіңді тоқтата алмайтын болсын, онда саған кардио көмекке келеді. Бұның бәрін жегет ететін. Бірақ уақытша ғана бұл. Көп ұзамай шамадан тыс жеген тамақтарын өтеу кезде кардио сені тозуға алып келеді. Ей-ой, одан да өзіңді тоздырғаннан гөрі тамақты аз жеген оңайырақ емес пе? Егер арықтағыларың келсе жігіттер, қарғыс атқыр, құрып кетсін бұл кардио. Кардиодағы проблема, егер сен машина сияқты пахать етуді тоқтатсаң, дәл сол сәтте жер жігет ету процесс тоқтайды. Дәлірек айтқанда, мен алдыңғы видеода май сақталынған энергия деген болатын. Егер сен семіз болсаң, жүргенде энергия кетпейді. Энергия, май бұған мұқтаж емес. Энергия бұған мұқтаж емес. Егер сен качок бодибилдер болатын болсан, онда ол бөлек әңгіме. Біз салмақ жоғалтудан біз мышцы жоғалтқымыз келмейді, бұл шығады. Біз тонус ұстауымыз керек дұрыс емес. Біздің мақсатымыз бұлшықет массасын сақтау, немесе құру. Бұл таза нағыз массалар, мына сен калорияңды жігітеді, сен не істесен де. Яғни сен ауыр салмақпен силовой нагрузка жасаған кезде сен өсесің, және энергия тұтыну үнемі өсіп келеді. Ал жай ғана бұлшықеттерін качать етесің сен, және сенің бұлшықет массасын ұлғаю күтеді. Сен өмірде жай қозғалып көресің, көшеде жүрген күн өзіне бұлшықет массалар мұны жер жігет етеді. Кейбір күндері көп тамақтан қойдың да, например. Сол кезде жер жігет ету процесс тоқтайды. Бірақ сен качалкаға барған кезде жеген тамақтар майға емес, тағы да сен мұна бұлшықеттеріне барады. Прикинь? Протеинге бай диета кезде сенің бұлшықеттерін тұрақты өсіп және басына өтсет отырады. Және сенің бұлшықеттерін қазірдің өзінде сенің денеңде басым болып, тіпті серуендеген күн өзінде көшеде сен семіз болып, күні бойы кардио жасаған 2 есе жер жігет етесің. Сен салмақтасаң кішіресің, бірақ сен тонусты және тартымды боласың. Бұл сенің мақсатың емес пе? Ешкімді қатты қызықтырмайды салмағы қанша болған. Тек футболканы шешкен кезде ұялмайтындай әдемі пресстер, жалпақ крудак, V-образны арқалғанға, олардың түкіргені бар. Бұндай картинканың салмағы қанша екендігін 80 килограмм ба, әлде 150 ма, бастаса сос көп көрінсе болды футболканы шешкенде. Кейбіреулер айтады, арықтағың келсе 6 немесе 1 мезгіл тамақтан деп. Егер арықтағың келсе, маңызды емес сен қанша мезгіл тамақтанатын, 6 мезгіл ма, 1 ма. Бұндағы мән күндік тұтыну. Қарның ашты ма, же тамақ. Тек күндік калорияны 20% азайтты отсаң болды. Барлығы оңай. Так, углеводта бізге керекті калорияда ғана тұтынамыз. Өзімізде қабылдаймыз, жейміз. Сенің денең
барлық денені жібереді деп айтады. Сен денен барлық нәрсені жібереді деп, оған бәрібір қандай тағам болсын, жақсы ма жаман ба. Елестетші, сен құрғақ губканы, бұл сенің шаршаған бұлшық еттерің. Жаттығудан кейін оның түкіргені бар, не екендігіне. Бұл өзіне керектін алады, тойғанша. Губка да сол сияқты өзіне керектісін ғана сіңіреді. Ал қалған тамақтар басқа жерге кетеді. Бұны май дейді. Және ұйқы, көбісіміз бұған көңіл береміз. Е-мое, қаншама гормондар бөлінеді ұйықтаған кезде. Олар жер-жер ете көмектеседі бұлшық ет өсуіне. Ал бұлар болса, 2 есе жер-жер етеді. Бұның бәрі ұйқы жігіттер. 8 сағаттық ұйқы сенің бұлар. Ұйқың қанса, бұлар сенің только пайдасын береді, ұйқың қанса. Және осы жолды өтетін өзімен бірге достар, бір-біріне поддержка олар. Жігіттер, айналадағы болмайтын нәрселерге сене бермеңдер. Көптеген адам сол нәрселерге сеніп, арттарынан ереді, осыларға қосылады. Олар тез результат көргісі келеді. Бірақ ондай жол жоқ. Ондай жол жоқ. Тек ұзақ мерзімді мақсат пен сынбайтын жігер ғана өз мақсаттарына адал болыңдар. Сен осы кеңестердің барлығын орындап, бірнеше айдан кейін артық салмақтан арылып, айнаға қарап тұрып, қарасатқы, е-мое, қараш, керемет көрінем. Сен пляждағы балапандар қызықтырмайды, себебі сен өзің мистер Секссің. Айнаға қарап тұрып ойланасың. Мен айтқан кеңестерді қолдандым, барлық қиыншылықты төздім, тер төктім. Қазір қарашы мен қандайым. Бұл чувство $1,000,000 табумен бірдей. Сен әрбір доллардың қадірін білесің. Егер сен бұның көшеден немесе лотереядан ұтып алсаң, сен мен айтып жатқан нәрселерді ешқашан түсінбейсің. Вот, жігіттер, барлық құпия осы. Көбісін айтатын высокобелковый диета, ұйқы, дефицит калорий дейді. Бірақ толық түсіндірмейді. Көргендеріне рахмет. Бекзат Ашабаев.